Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 7-ші сынып алгебра пәнінен 3-ші тоқсан бойынша тышыбы тапсырмаларын бірге талдап шығаратын боламыз. Бірінші нұсқа, бірінші есеп тиімді тәсілмен есептеңіз делінген. 15-тің кубы азайтылған 5-тің кубы бөлімінде 2, азайтылған 15 көбейтілген 5. Мына жерде бізде а куб минус б куб формуласына саламыз, қысқаша көбейту формуласына. Сонда біз а минус б келесі шақшада а квадрат қосылған аб қосылған б квадрат түрінде болады, осы түрге келтіреміз. Яғни бірінші шақшада 15 азайтылған 5. Келесі шақшада 15-тің квадраты қосылған 15 көбейтілген 5 қосылған 5-тің квадраты. Бөлімінде 2. Азайтылған 15 көбейтілген 5 тең болады. 15-тен 5 азайтсақ бізде 10 шығады. 10 көбейтілген 15-тің квадраты қосылған 15 көбейтілген 5 қосылған 5-тің квадраты деп жазып қояйық. Бөлімінде 2. Азайтылған 15 көбейтілген 5. Енді осы жерде 10 мен 2 қысқарады. 2-ні 2-ге бөлсек 1, 10-ды 2-ге бөлсек 5. Сонда 5 шақшаның ішінде 15-тің квадраты қосылған 15 көбейтілген 5 қосылған 5-тің квадраты азайтылған 15 көбейтілген 5 шығады. Тең болады. Так, мына жерде бізде 15-тің квадраты 5 көбейтілген 15-тің квадраты бізде 225-ке тең, қосылған 25 көбейтілген 5 пен 5 көбейтіп жүрмін. 25 көбейтілген 15 қосылған 5 көбейтілген 5-тің квадраты азайтылған 15 көбейтілген 5 тең болады. Так, 225-ті 5-ке көбейтеміз. 1125 қосылған 25-ті көбейтеміз 15-ке. 375 так, бізде мынау 5-тің кубы болады, ол бізде 125-ке тең. Азайтылған 15-ті 5-ке көбейтсек бізде 75. Енді 1125-ке 1125-тен 75-ті азайтып аламыз алдымен. Так, жоқ, барлығын есептей берейік. Бірден қосып азайтып. Так, 1125-ке қосамыз 375-ті, ол бізде 1500 болады. Одан оған қосамыз 125-ті, 1625 болады. Одан 75-ті азайтсақ, бізде 1550 болады екен. Келесі, енді екіншісі көбейткіштерге жіктеп жазыңыз дейді. Так, асында 8x-тің кубы азайтылған y-тің кубы тең болады. Так, бұл бізде мына түрге келеді. А куб минус б куб түріне. Енді оны а минус б, а квадрат қосылған аб қосылған б квадрат түріне келтіріп жазамыз. Сонда 8 дегеніміз бізде 2-ның кубы, 2x-тің кубы азайтылған y-тің кубы. Бірінші шақшада 2x минус y болады. Келесі шақшада 2x-тің квадраты қосылған 2x пен y-тің көбейтіндісі қосылған y-тің квадраты болады. Тең болады. Так, 2x минус y келесі шақшада 4x квадрат қосылған 2xy қосылған y квадрат болады. Келесі енді басы. Так, басында бізде 4n қосылған 5. 4n
4n қосылған 5-тің жақша сыртында квадраты. Бұл бізде а плюс b-ның жақша сыртында квадраты формуласына келеді. Оны біз а квадрат қосылған 2ab қосылған b квадрат түрінде жазамыз. Яғни 4n-ның жақша сыртында квадраты қосылған 2 еселенген 4n және 5-тің көбейтіндісі қосылған 5-тің квадраты. Тең болады. 4n дегеніміз бізде 16n квадрат болады. Оның квадраты қосылған 2-ні 4 көбейткіштерге жүктеңіз делінген мына жерде. Бірақ басында бізде көбейткіштерге жүктегенде қысқаша көбейту формуласымен ашатын шығармыз. Бірақ басқаша келмейді. Көбейткіштерге жүктелгенде. Немесе басқа жолын көрсем, қазір мына жерге жазып қоюға болады. 16n квадрат. Мына жерде 2-ні 4-ге өтсек 8, 8-5-ге өтсек 40. 40n қосылған 5-тің квадраты 25-ге тең. Осылай қалады, немесе былай жазуға болады. Көбейткіштерге жүктеңіз делініп тұрғандықтан айтып жатырмын. Мұны сыймай қалуы мүмкін қазір. Қасына көрсетіп жазайық астына. Көбейткіштер жүктеңіз десе, осылай қалдыруға болады. Екеуінің көбейтіндісі деген сөз, 4n плюс 5-тің екеуі деген сөз. Келесі с-сы. С-сында бізде 169x квадрат азайтылған y-тің 4 дәрежесі дейді. Бізде 169-ды 13-тің квадрат деп аламыз. 13x-тің жақша сыртында квадраты азайтылған y-тің квадратының квадраты дейміз. Ол а квадрат минус b квадрат түрінде тұр, а квадрат минус b квадрат. Оны а минус b, а плюс b түріне келтіріп жазуға болады. Сонда бізде 13x азайтылған y квадрат, 13x қосылған y квадрат түрінде жазуға болады. Келесі д-сында бізде а-ның 6 дәрежесі қосылған 125-тен 8, м-ның 3 дәрежесі. Енді біз мынаны а-ның квадратының 3 дәрежесі деп, мынаны 8 дегеніміз 2-ның, 125 дегеніміз 5-тің кубы, м-ның кубы деп жазсақ болады. Енді ол бізде мына түрге келеді. а куб плюс б куб түрінде тұр. Оны біз а плюс б, келесі жақшада а квадрат минус аб плюс б квадрат түрінде жазамыз. Сонда бірінші жақшада а квадрат қосылған 5-тен 2 м, келесі жақшада а квадраттың квадраты, азайтылған екеуінің көбейтіндісі, яғни а квадрат пен 5-тен 2 м-ның көбейтіндісі қосылған 5-тен 2 м-ның квадраты. Оны біз а квадрат, бірінші жақшада а квадрат қосылған 5-тен 2 м, келесі жақшада а-ның 4 дәрежесі азайтылған, мына жерде 5-тен 2 а квадрат м қосылған 5-тің квадраты 25, 2-ның квадраты 4, м-ның квадраты болып жазылады екен. Осы түрге келтіріп жазады екенбіз. Келесі біздің үшінші есебімізде өрнекті ықшамдап мәнін есептеңіз делінген. 36 азайтылған y қосылған 1-дің жақша сыртында квадраты. 36 бізде 6-ның квадраты, 6-ның квадраты азайтылған y қосылған 1-дің жақша сыртында квадрат деуге болады. Ол бізде а квадрат минус b квадрат түрінде тұр. Оны а минус b, а плюс b түрінде ашамыз. Яғни бірінші жақшада 6 азайтылған y қосылған 1, келесі жақшада 6 қосылған y қосылған 1 тең болады. Қарғай ашатын болсақ, 6 азайтылған y азайтылған 1 болады. Мына минус, мына ішіндегі плюсы минус етеді. Келесі 6 қосылған y қосылған 1 тең болады.
6-тан 1-ді азайтсақ бізде 5 азайтылған y болады. Келесі жақшада 6-ға 1-ді қоссақ 7 қосылған y болады екен. y тең 3-ке дейді. Онда y-тің орнына 3-ті қояйық. 5 азайтылған 3, 7 қосылған 3. 5-тен 3-ті азайтсақ бізде 2, 7-ге 3-ті қоссақ 10. Сонда 2-ні 10-ға көсек бізде 20-ға тең болады екен өрнектің мәні. Келесі біздің 4-ші есебімізде екі санның айырымы 16-ға, ал квадраттарының айырымы 32-ке тең. Осы екі санды табыңыз делінген. X және Y деп алайық. Екі санның айырымы X азайтылған Y бізде 16-ға тең. Квадраттарының айырымы 32-ке тең дейді. Яғни X квадрат азайтылған Y квадрат тең 32-ге. Теңдеулер жүйесі арқылы шығарамыз. X минус Y тең 16-ға. Мынаны қысқаша көбейту формуласынан салсақ болады. X минус Y, X плюс Y деп. Тең 32-ге. Так, енді X минус Y тең 16. Оның мына жерде X минус Y-тің орнына 16-ны қойсақ болады. Мына жер жақшасы ұмытылып кетті. Так, X қосылған Y тең 32. Так, сонда бізде X қосылған Y-іміз X минус Y тең 16-ға. Мына жерде X қосылған Y-іміз 32-ні 16-ға бөлеміз, ол 2-ге тең болады. Енді осы жерде қосу амалын қолдансақ болады. Так, сонда X-ға X қосылады, 2X болады. Минус Y плюс Y жойылады. 16-ға 2-ні қосамыз, 18 болады. X табу үшін 18 2-ге бөлеміз, 9 болады. Сонда X-іміз 9-ға тең. X азайтылған Y тең 16 деген формула. Так, осы жердегі X-тің орнына 9 қоямыз. Сонда бізде так, мына жерде қате кетті ме? Так, қосу амалын қолданбай тұрайық онда. Так. Мына жерден X тауып алайық, сонда 16 қосылған Y болады. Бірінші теңдеуден. Енді екінші теңдеудегі X-тің орнына барып қоямыз. 16 қосылған Y қосу Y тең болады 2. 2Y тең 2 азайту 16. 2Y тең болады минус 14. Минус 14. Y тең минус 7. Енді X табамыз. X тең болады 16 қосу Y деп тұр. Так, 16 қосылған минус 7. 16 азайту 7 болады. Ол бізде 9-ға тең. X-ім 9-ға тең, Y-ім минус 7-ге тең. Так, мына жерге қойып көрсек бізде так, 9-дан азайтамыз минус 7-ні 16-ға тең болады. 9-ның квадраты бізде 81, 7-ның квадраты 49. 81-ден 49-ды азайтамыз. 32 болады, дұрыс. Сонда бізде жауабымыз дұрыс. Сандарымыз сонда жауабы X тең болады 9, Y тең минус 7 екен.